Сәлем достар, барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін бізде осындай сочный болып тұратын духовкаға піскен картошка мен окорочка дайындаймыз. Менде мына жерде дұрыс көрінбей қалыпты. Окорочканы басы мен құйрық жағын алып тастаймыз обязательно. Бізге оның керегі жоқ. Қалған бөліктерін майда бөліктерге бөліп алып, приправаларын салып, мариновка жасап қоямыз. Менде лавровый, паприка, дәмдеріне қарай сала бересіздер. Менде 3 аяқ окорочкаға мен 1 шай қасықтан барлығынан қосып шықтым. Қара бұрыш обязательно, тұз. Менде окорочканың приправасының орнына менде етке арналған приправа. Ол күшті дәм береді. Өзіме сол ұнайды. Магитка. Барлығын араластырып, бұл окорочканың өзін 15-20 минутқа қойып қоясыздар. Және құр окорочкамен осылай істесеңіз де күшті болады. Если майға қуырылған картошка окорочкадан жалғасаңыздар, үстіне картошка қосып жіберіп істесеңіздер болады. Лимон сығындысы окорочканы жұмсақ қылады. Қатты болып қалмайды бұдан. Жиектері қатты болмайды. Чеснок обязательно. Үстіне кетчуп қосасыздар. Бір кетчуп полный қосып жіберсеңіздер де болады. Дәмі күшті болады. Түрі де күшті болып келеді. Және сулы болады. Барлығын араластырып 15 минутқа қалдырасыздар. 15 минуттан кейін үстіне картошка қосып, оны да араластырасыздар. Мен картошка қосқаннан кейін тағы да кетчуп салынған. Мен ол түспей қалыпты. Сол үшін тағы да кетчуп қосып, қызарыңқырап тұру керек. Сол кезде күшті болып шығады окорочкаларыңыз. Және осындай пакетиктер, отдельно пакетиктерге саласыздар. Барлығын салып, печкада 180 градусқа 30 минутқа қалдырасыздар. 30 минуттан кейін алып көрсеңіздер, сочный болып піседі, сулы болып күшті болады. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, мен каналыма тіркеліңіздер.